Шланг бардығы үйгітіп, ешқандай шлангысы, ешқандай электричествосы жоқ. Bunda ешқандай шлангысы, электричествосы жоқ. Bunun da Құдай бұйса, Құдайдың берген суысы шампоны басады, тамақ жасайды, жуынабыз. Құдайдың бұйрығыменен бұл büyük бізге Токио іштен жылу бармады. Бұның бардығы үстімден берді. Құдайдың өзінің құдіретіменен жетішіп, Құдай бұйса, шу результатқа жетішіп. Бұна көріп жатасыздар, барған сайын чоңайып. Чоңайып барып, шу 30 сантиметрден жетеді. Горелканы чоңайтсақ, жаңағы бачоктарды чоңайтып, бұндан да чоңырақ алып отырмыз. Ошондо канчалык горелкасы чоңураак болсо, водяной фильтр менен расширительный баток грамотно чоңураак жасалган сайын бул от чоңураак болот. И чоңураак квадраттагы мекемелерди ысытсак болот. Отоплениеси. Муну менен от как минимум 4-5 тонна күйдү ысыта алат. Калориясы чоң. Кислород жана водород. Водород өзүңөр билесиздер, бул водороддун бомба эң күчтүүлөрдүн бири болот. Ошондуктан бул калориясы чоң. Кислороддо да, водороддо да калориясы чоң. Чем природный газ, өмөр же отунга караганда мунун тазалыгы жана калориясы чоң болот. Анан азыркы убакта эң башкысы эң арзаны болуп турбайбы? Арзан жана таза. Эч кандай жыт жок. Адамга зыян эмес. Мисалы, если эксперимент көрсөтсөк, оны өлчүрүп. Чыгып атат. Канча жыткаса дагы, бул эч кандай неме болбойт. Житкенбейт. Адам ууланбайт. Эч кандай. Таза майдан турат. Таза майдан. Güzel nasıl? Bak. Пожалуйста. Бұл барған сайын, күшөген сайын светін жоғатады. Ортағы светін жоғатып, қадайсың бұл түссіз болды. Түссіз жоғатып. Кислородта, водородта ушунда таза өзү чыкпайт. Азыр бул жерде кичине нелер бар, бул тазалашмасы жана баягы химикаттын башкы нелер кичине бар, пока. Азыр 20-25 сантиметрге почти жетти. Азыр дагы чоңоюп 30га барат. 30га барганда ушу жерге келет. Кармап туруш керек. Безопасный бардыгы. Бул котелдун ичине киргенден кийин баары оролуу болсо, ушундай калория менен ошол котелдун ичин бат кайнатат сууда. Жана bundan чыккан күйгөндөн кийин кайра водород менен кислород соединяется, дистиллированный суу.
ешқандай зияны жоқ. Вентиляция же башқа нәрселер жоқ. Берке көмірге ошатып, дымоход, же болмаса калашник постоянно көмірді жағып, қозғап, күлін алып, андай нәрсе жоқ. Oldu?